Сәлем достар, 11 күнгі акцияны жіберіп алсаңыздар, сіздерде тағы да бір мүмкіндік бар. Ол 12-12 болатын акциялар. Қазірден тапсырыс бере берсеңіздер болады. Мінекей қараңыздар, ол үшін 12-12 дегенді басамыз. Осында тұрған тауарлар жеңілдікпен болып тұр. Енді қараңыздар, мен сіздерге осы тұста бір лайфхакпен бөліскім келіп отыр. Егер де сіздер мына төрт бұрыштарды көріп тұрсыздар ғой, осында айтылған 100 юаньға сіз тапсырыс берсеңіз, сізге 10 юань тағы да жеңілдік болады. 200 юаньға тапсырыс берсеңіз, 40 юань. Әрі қарай сол сияқты 500 юаньға 60, 700 юаньға 90 юань жеңілдік жасайды. Енді мен сіздерге соны көрсетейін. Мысалы, 100 юань аздығын таңдайық. Ол үшін корзинаны басамыз. Корзинаны басып, өзімізге керекті түсті, мінекей түстен қандай қайсысынан керек екен және размер таңдаймыз. Таңдап болғаннан кейін қызыл батырманы басамыз. Менде корзинаны бассам 3 размер таңдалып кетіпті, артығын өшіріп тастаймыз. Таңдадық. Одан кейін мына футболка, корзинаны басам. Керек түсті, размерді таңдаймын, қызыл батырманы басамыз. Бұл жақта да басып біреу таңдап едім, екеуіне кетіпті, жарайды, кете берсін. 95 юань. Енді біреуін таңдайық, мысалы мына перчатки таңдайды, қызыл батырма, корзинаны басып, түсін, размерін таңдаймыз да, қызыл батырманы басамыз. Енді қараңыздар, менде 100 юаньнан асып тұр, 114 юань болып тұр. Бұл 114 юань деген мен төлейтін баға. Ал негізінде бізге 13 юань, 13,7 юань скидка жасап тұр. Нақты бағамыз бұл үшін стрелка көріп тұрсыздар ғой, соны бассақ, негізі мен таңдаған тауарлардың барлығы 127,82 юань болды. 10 юань бұл платформаның скидкасы, 3 юань дүкендерден берілген скидка. Сонымен 127 юаньнан маған 13 юань скидка жасап, мен 114 юань төлеймін. Дәл солай сияқты әрі қарай басқа да қазір көрсем, жаңағыда 500 юаньға тауар алсаңыз, 60 юань скидка жасайды. Енді таңдап алып болғаннан кейін қызыл батырманы басып, әрі қарай әдеттегідей төлей бересіздер. Сол 200 юаньға тауар алсаңыз, жаңағыдай 40 юань жеңілдік жасайды. Нақты бағаны білу үшін, мысалы, достар, бастысы шатастырмаңыздар. Мысалы 114 юань көрсетіп тұр, сіздер 114-тен 13 юань скидка шегеріп 101 юань төлеуім керек қой деп ойламаңыздар. Қызыл батырманы басқан кезде 114 юань шығады. Негізінде баға мына жерде тұр, осы қызыл батырманы бассаңыздар, негізі баға 127 юань. Содан скидкаларды шығарып, уже мына жерде тұрғатын баға бірден скидкалар шегеріліп, нақты төлейтін суммаңыз. Видео ұнаған болса, маған тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Мен сіздерде әлде де пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сұрақтарыңыз болса, пікірге жазыңыздар, міндетті түрде жауап беремін.